Қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті жайдарман сүйер қауым. Ассалаумағалейкум. Жайдарман десе ішкенасын жерге қоятын көрермендер үшін бүгін сіздердің алдарыңызда теңізде туып, теңізде өскен аралас жайдарман тобы ғалым Махамбетов. Данияр Ургунов. Рахмет. Әрине бүгін міне сіздерді де, бізді де мазалап жүрген сұрақтарға бүгін ғалым екеуміз жауап беруге тырысамыз. Ол сұрақтар аралас не үшін финалда бас тартты? Олар финалдан қорықты ма? Әлде жастарға не үшін берді? Ішінде аралдың баласы болғандықтан ба деген сұрақтарға барынша жауап беруге тырысамыз. Ғалым, сөзге дегенде? Рахмет. Құрметті көрермендер, негізі бұл маусымға біздер осы көрермендердің сұрауы бойынша түскен болатынбыз. Біз бұл маусымда жеңеміз, ұтамыз, чемпион боламыз деген үлкен мақсат болған жоқ. Біз сіздер үшін ойнадық, тырыстық. Енді біз жартылай финалға жетіп, осы жасынарға финалды ұсынғанымыздың себебі бұл жайдармандағы достықтың символы болып қалсын деген ниетіміз еді. Біздер басқа командалардан қорқамыз деген бізде ой жоқ. Себебі біздер жайдарманда достарымыз. Финалда ойнайтын әрбір команда біздердің жақын достарымыз. Оларға шын жүректен сәттілік тілейміз. Чемпион болсын, чемпиондықтың дәмін татсын. Және де келесі сұрақ, Ақылбек не үшін бірде екі жалпы көп ойындарға келмей қалды деген сұрақтар болып жатыр да. Ол сұрақтарға тағы ғалым Махамбет жауап беретін болса? Ақылбек шықты. Ақылбек негізі Ақтөбе қаласында жұмыста, ол тимей қалды. Ол осы керемет кезге келгісі келген, жартылай финалда ойнағысы келді, бірақ жұмыс. Ал екіншісі Эльмира қарындасымыз Ақтөбелік араласша теңізде туып, теңізде өскен жалпы сайтының жетекшісі Эльмира қарындасымызға көп рахмет айтамыз. Рахмет, Эльмира. Рахмет, сізді қатты жақсы көреміз. Біздің кәдімгідей қарындасымыз болып кетті. Көп сұрақтарға сол жауап беріп жатыр. Қазір шын мәнінде соның ішінде оқылған нәрселердің бәрі шындық. Біз туралы шындықты, яғни біз туралы мағлұматты көбірек алғыларыңыз келсе, сол сайттан жүктеулеріңізге болады. Өлеңдерді де тіпті. Ал аралас жайдарман тобы сіздерді әрқашанда қуантуға дайын. Біз сіздермен енді кездеспейміз деп айта алмаймыз. Себебі біз жайдармандамыз, әлі де кездесеміз. Уайымдамаңыздар. Нарды ойнайық. 3-1.